Армысыздар, құрметті тыңдарман. Бүгін сіздермен денсаулық туралы даналы сөздерін бөлісетін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, пайдалы болады деген досыңызға міндетті түрде жіберіп қойыңыз. Денсаулық баға жетпейтін жалғыз ғана асыл дүние. Ол адам өміріндегі ең бағалы дүние болғандықтан, әр адам баласы өз денсаулығына көңіл бөле қарау қажет. Оны орынсыз ысырап етпеу керек. Үнемі денсаулықтың қорын көбейтіп отыру керек. Ендеше, ең басты байлық денсаулық туралы даналы сөздерді назарларыңызға ұсынамыз. Денсаулық байлықтан қымбат. Бәрі де денсаулыққа тіреледі. Көп жасау деннің саулығы, бақытты болу адамның өз қолындағы ісі. Дені сау адам табиғаттың ең қымбат жемісі. Біздің бақытымыздың 9-ы денсаулығымызға байланысты. Дертке шалдыққанша денсаулықтың қадірін ешкім де білмейді. Жігіттің дені сау болса, сол дәулет. Сау адам біреудің жарасы ауырып отырғанын білмейді. Бас аман болса, бөрік табылады. Алдын ала емделгеннің есесі кетпес. Адам денесінің жетілуі оның денсаулығы. Егер денің сау болса, онда оны сақтамақ керек. Ал егер сау болмаса, онда денсаулықты жетілдіру керек. Жаны тазаның ары таза. Тәннің ләззаты саулығында, жанның ләззаты білімінде. Жүректілік ер жігіттің еншісіне жазылған. Жарлының байлығы денінің саулығы. Тіс ауырғанның көңілін сұрамайды. Тазалық саулық негізі, саулық байлық негізі. Жан ауырса, тән азады, қайғы басса, жан азады. Аман ердің аты шығады. Жарлының байлығы, дәнінің саулығы.